Қайырлы күн достар, бала күнді еске алып, осындай жұмсақ пряниктер жасап көріңіздер. Бұл рецеппен өте көп қорда шығады. Бірнеше бөлікке бөліп, тоңазытқышқа салып қойып, кейін кез келген уақытта да жасай аласыздар. Ең алдымен айранға сұйық май, жұмыртқа қосып араластырамыз. Айран дүкендік емес, қолдікі болса өте жақсы болып шығады. Содан соң ванилин және қант қосып жақсылап араластырамыз, қанты ерігенше. Ұнға алдын ала содамен қобыздықшымызды салып араластырып, сұйық массамызға аз-аздан салып отырып, қамырелейміз. Өте жұмсақ болып шығуы тиіс. Егер де қамырымызды жұмсақ болса, онда пряниктеріміз де жұмсақ болып піседі. Бұл қамырдың артықшылығы, оны илеп болған соң бірден жаюға болады. Бір келгі етіп жайып, формамызбен кесіп шығамыз. Өте жұқа қылып жайған болсаңыздар, онда ол қытырлақ болып піседі. Бетіне сары уызымызды жағып, қалауларыңызша әрлеп, духовкада 180 градустағы пешімізге 15-20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Видеоны ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанмен жадыра ас болсын.